Сәлем оқушылар, бүгін сендермен термодинамика бөлімін қарастырамыз. Бұл термодинамика бөлім бізде екі бөлімнен тұрады. Яғни бұл біріншісі ол ішкі энергия және энтальпия тақырыбы, келесі ол бізде гес заңдарының салдарын қарастырамыз. Және соған сәйкес есептеу шығаратын боламыз. Ендеше кеттік. Термодинамиканы жалпы біз айтпай тұрып, мен қарапайым тілмен түсіндірейін. Осы кез келген реакцияның жүретін, жүрмейтін, яғни білу, яғни біз оны реакция түрінде жазамыз, былай айтқан кезде. Ал оның именно лабораторияда жүзеге асыру арқылы оның жүзеге асатын немесе ол реакцияның жүрмейтінін білеміз. Сол мысалы, егер екі реакцияны қарастырсақ, мына жерде отырған, біз бірінші ақтасты өртеу реакциясы жүзеге асады, ал екінші нұсқа су қосу реакциясы, яғни бұл жерде жүзеге аспайды деп айтамыз. Не үшін? Себебі бізде ақтасты өртеу кезінде жүзеге асатын реакцияны біз тек қана температура белгісін қоямыз, яғни реакция теңдеуін жазу кезінде оны біз лабораторияда жасау арқылы білдік, яғни оны жоғары температурада қыздырған кезде ғана ол кальций оксидімен көміртшыл газына ыдырап реакция жүретін. Ал келесі екінші реакцияда, яғни судың құрамындағы яғни сутекті мыстың көмегімен тотықсандыруға болмайды. Яғни бұл жерден мыспенен сутек, мыс оксидімен сутек бөлінбейді деген сөз. Былай айтқанда. Яғни бұл жерден біз көріп отырғанымыздай, бұл реакцияның жүретін, жүрмейтін лабораторияда жасап жүру өте тиімді емес әдіс. Сол үшін де біз оны реакцияның жүру-жүрмесін химияда оның белгілі бір термодинамиканың заңдылығына сүйене отырып жауап бере аламыз. Яғни бұл жердегі термодинамиканың, яғни бірінші заңы энергия жоқтан пайда болмайды және бір күйден екінші бір күйге ауысады деген заңдылығын қарастырамыз, сол заңға сүйене отырып жауап беруге болады. Яғни сол жерде энергия егер бізде кез келген реакция жүретін болса, сол кездегі реакция жүрген кездегі бөлініп жатқан энергия, яғни бізге ол жасырын энергия болып табылады. Яғни ол кезде біз оның ішкі энергиясын бақылай алмаймыз. Сол үшін де кез келген дененің энергиясы кинетикалық, потенциалдық және ішкі деп үш түрге бөлінеді. Ішкі энергия ол именно реакция жүзеге асып жатқан кездегі энергия. Ал кинетикалық энергия деген сөз ол заттар мен молекулалар үнемі қозғалыста жүретіндіктен, яғни ол қозғалыс энергиясы былай айтқанда. Ал потенциалдық энергия деген заттар бір-бірімен әсерлесу кезінде, яғни әрекеттесу кезінде туындайтын энергия деп қарастырамыз. Осы энергиялардың ішіндегі ең маңызды біздегі ішкі энергия. Ішкі энергия деп отырғанымыз ол біздегі жаңа айтып өткендей химиялық реакция кезінде бөлінетін, яғни жасырын энергия деп аталынады. Енді осы кезде, яғни көптеген химиялық реакциялар жүрген кезде, олардың реакцияларды біз термохимиялық теңдеулерді жазған кезде қарастырған едік. Яғни ол плюс Q жылу эффектісіне қарай немесе минус Q. Егер оның мәні плюс Q болатын болса, онда біз оны экзотермиялық реакцияға жатқызайық, яғни жылу бөле жүретін реакцияға. Ал егер керісінше минус Q болатын болса, ол эндотермиялық, яғни жылу сіңіріле жүретін реакциялар болып қарастырды. Осы кезде тұрақты, егер осы кезде бізде процесті жүргізу жағдайына байланысты екі шама қарастырылады. Ол біріншісі ішкі энергия, жаңа айтып өткеніміздей, ол U деген әріппен белгіленеді, U деген. Және келесі ол біздегі ішкі тұрақты бір қысымда жүретін ол энтальпия. Яғни оны біз H деген мәнмен белгілейміз, яғни әріппен белгілейміз. Яғни бұл жердегі энтальпия деп отырғанымыз термодинамикалық жүйенің именно күйін сипаттайтын осы S деген, яғни оны айтамыз энтропия, одан кейін қысым, ішкі энергиямен барлығымен байланысты күйді айтамыз. Бұл шамаларды кеңірек қарастырамыз. Қазір біз міндетті түрде энтальпияның не екенін бірінші бақылап алайық. Егер мына жерде айтқанымыздай тұрақты көлемде жүретін болса, біз оны ішкі энергия деп айтадық, ал тұрақты қысымда жүретін болса, ол энтальпия деп айттық. Яғни энтальпияны біз дәл өлшеуіміз мүмкін емес. Реакция, егер оның сән мәні белгілі бір неден, яғни 298 градуста тұрақты шамада
белгіленеді, яғни сол кезде тұрақты шамада бізге сан мәні беріледі және оның бірлігі бізде килоджоуль бөлінген мольмен есептенеді. Яғни біз байқасақ, егер мына жүйе болатын болса, ол жүйенің ішкі энергиясы ол жерге кіретін, яғни ол энергияның, яғни осы жүйеге кіретін энергияның ол жерден шығып жатқан жұмыспен екеуі бір-біріне өзгерісін сипаттайтын, яғни шама болып табылады. Енді осыған байланысты біз экзотермиялық және эндотермиялық деп реакцияларды бөліп едік, естеріңде болса. Енді сендерге айта кететін бір нәрсе, егер бізде экзотермиялық реакция болатын болса, яғни плюс Q болатын болса, онда біздегі ішкі энергиялық бөлі керісінше теріс мәнді болады. Енді мысалы 93 килоджоуль болуы мүмкін, да? Ал егер оған мысал ретінде мына экзотермиялық реакцияларға, яғни метанның жану реакциясын көріп отырсыңдар. Яғни бұл біздегі плюс Q, яғни бұл экзотермиялық жылуды бөле жүретін реакциялар, бірақ бұл жердегі дельта H-тың мәні минус 80 килоджоуль бөлінген моль. Ал керісінше екінші реакцияда эндотермиялық реакцияларда энергия сіңіріледі, яғни ол минус Q деген сөз. Бірақ ол кездегі дельта H-тың мәні керісінше плюс 178 килоджоуль, мысалы. Яғни бұдан қарап отырсақ, термохимияда, бізде термохимия теңдеулерінде бөлінген энергия, яғни термохимияда бөлінген энергия плюс Q болып саналса, ал термодинамикада сіңірген жылу ол теріс болып саналады. Яғни біз термохимияда да біз бөліп жатырмыз ғой, сәйкесінше егер энергияны бөліп жатырса, оны сіңіретін екінші бір зат керек қой. Ол біздегі сіңірілетін энергия ол термодинамикада бізде ол минус H болып, минус H-тың мәні минусқа тең болады. Ал керісінше ол егер эндотермиялық реакция болатын болса, экзо деп жазайын, эндо. Егер мысалы біз реакция теңдеу жазылған, бірақ ол жерде дельта H-тың мәнесі минус 790 килоджоуль болып тұрса, біз бұны автоматически былай айтқан кезде экзотермиялық реакцияға жатқызамыз. Ал егер мына жерде дельта H-тың мәні плюс қой, сондықтан біз бұны минус Q, яғни эндотермиялық реакцияға жатқызамыз. Яғни біздегі фотосинтез процесі де негізінен эндотермиялық реакцияға жатады. Себебі ол жерде сіңірілетін энергия негізінен күннен келгендіктен, сондықтан оны біз эндотермиялық реакцияға жатқызамыз. Енді бұның түсінікті болды деп ойлаймын. Енді осы кезде энтальпияның өзгерісінің, яғни орташа байланыс энтальпиясының мәнімен есептеу деген тақырып қарастырады. Яғни егер біз реакция, мысалы аммиактың реакциясы болатын болса, ол жерде яғни азот пен сутектің әрекеттесуі арқылы аммиак түзілу реакциясын біз мысалы байланысты үзілгенде деп тұр. Яғни бұл жерде энергиялар мына жердегі байланыстардың энергиясы, яғни энергиясы түзілген кезде, ол үзілген кезде наоборот жұтылады деп тұр. Ал байланыс түзілген кезде ол энергия бұл бөлінеді деп тұр. Яғни мына жерде байланыс түзіліп тұр, яғни аммиак пен сутек екеуі әрекеттесіп тұр. Сол кезде бізде не бөлінеді? Жылу энергия бөлінеді. Ал егер керісінше аммиактың айырылу реакциясы болатын болса, яғни аммиактың ыдырау реакциясы кезінде ол жерде энергия байланыс үзіліп тұр. Сондықтан бұл кезде энергияны жұтылады деп айтамыз. Яғни ол энергияның жұтылуын біз минус Q ретінде белгілейміз. Яғни бұл кезде дельта H-тың мәні жаңағы айтқандай 0-ден үлкен болады, когда біз минус Q кезінде, яғни эндо реакция кезінде, ал экзо кезінде плюс болады. Сондықтан біз осы жерден бізде энтальпияның өзгерісін, яғни стандартты жағдайда өлшеу формуласы беріледі. Яғни оның формуласы бізде жұтылған орташа энергияның, яғни біз айттық қой, байланыс үзілген кезде жұтылады деп. Яғни сол кездегі жұтылған кездегі орташа энергиядан бөлінген орташа энергияны алып тастағанға тең болады. Давайте соған байланысты мысал қарастырып өтейін.
мына жерден көріп отырсыңдар, кеседе берілген байланыс энергияларын пайдалана отырып дейді, төмендегі реакцияның энтальпия өзгерісін табыңыздар дейді. Яғни реакция теңдеуі берілген бұл жерде, және соған сәйкес сан мәндері берілген. Олардың орташа байланыс энтальпиясы, иә. Яғни осы жерден біз қарайық, энтальпия өзгерісінің жұтылған орташа энергия, енді жұтылған қай жақ және бөлінген қай жақ екенін білейік. Яғни біз байланысты мына жақтан қарап отырсақ, байланыс үзілген кезде жұтылады деді, түзілген кезде бөлінеді деді, иә. Яғни байланыс түзілген кезде бөлінетін болса, біз міндетті түрде оны не дейміз? Яғни егер оның теңдеуін жазатын болсақ, біз міндетті түрде аммиактың, яғни азот пен сутектің энергиясынан алып тастаймыз аммиактың энергиясын. Ол үшін міндетті түрде алдындағы мына 3 деген коэффициенттер ескеріледі, соларды ескере отырып жазамыз. Давайте біріншісін жазайық. Яғни дельта H-тың мәні бізге азоттың 3 байланысын, я. Мен бірінші байланыс күйінде жазайын, я, әр түрінде. Сосын ол жерге сан мәндерін қоямыз. Яғни осының несін, азоттың 3 байланысын, оны қосамыз бірінші 3 сутектің байланысына. H сутектің, одан азайтамыз, яғни мына жердегі аммиактың байланысын. Яғни былай айтқан кезде бізде байланысты үзілгеннен түзілгенді алып тастаймыз. Байланысты түзілгеннен үзілгенді алып тастаймыз, я, түзілген. Үзілген деп айтайын, бөлінген деген. Міне, үзілген, түзілгенді қайдан білемін? Үстіне бірінші жазып алышым. Міндетті түрде мен алдыңғы сайтқа қарайын, я. Немесе жұтылған, немесе бөлінген. Үзілген деген ол бізде жұтылады дедік, я. Ал түзілген деген ол керісінше не істейміз, я. Бөлінген кезде айтамыз. Енді осы жерден азайтайық, аммиактікі алдына 2 қоямыз, я. 2 көбейтілген міндетті түрде, ол 2 деген. Және NH3, байланысы бұл жерде 3 деген астында тұр ғой, сондықтан біз бұны міндетті түрде 3-ке көбейтеміз. Енді азоттың байланысы, яғни мына жердегі аралық пен мына жердегі аралықты алайық. Ол үшін біз азоттың 3 байланысы кезінде 945 деген шаманы қолданамыз. 945-ке қосу керек біз нешені? Яғни 3H кезіндегі 3 көбейтілген 436. Одан біз азайтамыз, жақша алып қойын. 2NH, яғни NH-тікі бізде 2 көбейтілген 391. Және оны көбейтеміз біз 391-ді 3-ке көбейтейік. Сосын оны 2-ге көбейтеміз. Немесе осылай жазып қойсақ та болады. 945-ке 436-ны 3-ке көбейтілген кезде 2253 шықты. Және ал мына жердегі сан мәнді есептеген кезде бізде мына жерден есептесек 2346 шығады, я. Яғни бұл жердегі қарап отырсақ 2346-тан 2253 алсақ, бұл жерде мәні дельта H-тың мәні нешеге -93 килоджоуль бөлініп көбейтілген мольға тең болады. Себебі біздегі жаңа айтқандай, ішкі энергияның несі өлшем бірлігі килоджоуль бөлінген моль. Килоджоуль бөлінген моль, я. Енді килоджоуль бөлінген мольді біз дельта H-тың мәні мына жақтан қарап отырсақ -93 қой, я. Бұл -93 деген нені білдіреді? Яғни бұл деген сөз, яғни жылу істейтін реакция болады. Жылу бөле жүретін реакция болады. Яғни бұл экзотермиялық реакция екен. Яғни кей кезде бізде осындай шамалар береді, сол арқылы олардың энтальпия өзгерісін тап деп келеді. Енді осыған байланысты энтальпия өзгерісінің түрлерін қарастырайық. Бұл жерде 2 түрі бар. Стандартты түзілу энтальпиясы және стандартты жану. Стандартты түзілу дегеніміз, бұл стандартты жағдайдағы 1 моль заттың түзілуін айтамыз. Ал стандартты жану дегеніміз, стандартты жағдайда 1 моль заттың оттектегі толық жанғандағы пайда болатын энтальпия өзгерісі. Олардың да екеуінің де несі таңбалары әртүрлі. Біреуінікі дельта H, мына F деп отырған ағылшынша formation, яғни бұл деген formation деген қазақша айтқанға түзілу, я. Мынау біздегі дельта H, ол С деген таңбамен өрнектеледі. Ол жану энтальпиясы дегенді
билдирет. Яны мына жерден карап отсаңдар, улардын міндетті түрде қасында агрегаттық күйдері жазылады. Мына биздеги этил спирттин түзүлүү энтальпиясын теңдеуі. Ал екіншісі бұл этил спирттин жану энтальпиясын, этиленнің жану энтальпиясын теңдеу, я. Ол жердің барлығында қарап отсақ, агрегаттық күйлер Г, газ, біз сұйықты С деп жазамыз, және қаттыны Қ деп. Міндетті түрде қастарына несін агрегаттық күйлерін жазып шығамыз. Сонымен энтальпия өзгерісінің екі түрлерін толықтай түсініп алыңдар. Егер бұл жерде сендерге есептерде сендерге теориялық сұрақ ретінде келетін болса, міндетті түрде осы нелерді анықтамаларды естеріңде сақтағандарың жөн. Мына жердегі мысалға қарасаңдар, осы жерде мен алдыңғы айтып өткенде стандартты үзілу және стандартты түзілу энтальпияларын теңдеулерін құрастыру керек. Яғни бұл жерде стандартты түзілу энтальпиясының барлығын 1 моль болғандықтан, бұлардың барлығын 1 деген коэффициентке келтіреміз. Яғни мына жерден қарап отсаңдар, мына жерде этил спиртінің түзілу энтальпиясын көрсеткен. Яғни бұл жердегі екі жақ, яғни 1 мольға келтіру үшін мына жерде көміртектің алдына 2 деген коэффициент қойған, ал жалпы сутектің саны мына жерде 6, сондықтан да сутектің алдына 3 қойған, ал мына жердегі оттектің саны 1 ғой. Ал мына жердегі реакцияға дейінгі оттектің санын 1-ге келтіру үшін біз міндетті түрде оның алдына 0,5 деген қоямыз. Яғни 2-ден 1-дің 2-ге қатынасы 0,5-ті 2-ге көбейтсек, бізде бұл жерде 1 оттек шығады. Яғни оның бұл жерде стандартты түзілу энтальпиясын, яғни 1 моль болғаны үшін біз оны 1 деген коэффициентке келтіреміз. Келесі мына жердегі стандартты жану энтальпиясын, бұның өзінің аты айтып тұрғандай жану болғандықтан бұларды оттекпен қосамыз. Бұл жерде этиленнің жану энтальпиясын теңдеу кезінде көміртекті салыстырамыз. Мына жақта көміртек 2, мына жақта да көміртек 2 болсын. Көміртек несінің оксидінің алдына бізде 2 қойылған. Және сутектің санын санайық. Бұл жерде 4, мына жақта да 4 болып тұр, я. Ал оттектің саны 6, мына жақта 4 и 6, я. Сондықтан бұл жерде 6-да 6 болып, екі жақта тең болып тұр. Енді біз өзіміз осы стандартты түзілу энтальпиясын және жану энтальпиясын теңдеуін құрастырамыз. Яғни сендерде мына жерде қарап отырсыңдар, төмендегі А, Б, С заттарына стандартты түзілу энтальпиясын теңдеуін құрастырыңдар деп. Яғни қазір мен А вариантын құрастырып көрсетсем, ары қарай Б мен С вариантын өздерің үйде құрастырасыңдар. Егер түзілу энтальпиясы дейтін болсақ, онда біз міндетті түрде осы метанды қандай заттарды әрекеттестіргенде түзіледі, сол бойынша қарастырамыз. Яғни метан бізде сутек пен көміртектің қосылуынан түзіледі, яғни CH4. Бұл жерде 1 моль CH4 болу үшін бізде міндетті түрде бұл жерде тек қана көміртек пен көміртекті салыстырсақ 1-де 1 болып тұр, ал сутектің саны алдына 4 болған үшін мына жаққа тек қана сутектің алдына 2 қоямыз. Бұл біздегі метанның түзілу энтальпиясын теңдеуі. Яғни бұл жерде көміртек қатты, сутек газ дейміз. Метанды біз газ дейміз. Яғни келесі стандартты жану энтальпиясын теңдеуін құрастыр деп тұр. Яғни бұл жерде этанның жану реакциясын құрастыру үшін біз кез келген органикалық зат жанғанда CO2 мен H2O түзілетінін білеміз. Яғни бұл жерден қарап отырсақ, мына бізде газ, мына су деген сұйық, газ және этанда газ. Енді бұл жердегі этанның біздегі несі? Көміртектің сандарын салыстырсақ, мына жақта көміртектің алдына 2 деген керек. Сутек 6, мына жақта 2 ғана, сондықтан біз бұның алдына 3 қоямыз. Енді оттектің санын қарастырайық. Оттек реакцияға дейін бұл жерде 2 болып тұр. Мына жақта да біз қанша екенін көрейік. Мына жақта 4, оған мына жақтағы оттектегі 3-ті қойсақ, жалпы 7. Енді 7-ні біз 2-ге бөлсек, яғни 7 бөлінген 2 деп жазамыз. Сонда 3,5, 3,5-ті 2-ге көбейтеміз ғой. Сондықтан қайттан екі жақта оттегі саны 7 болып теңеседі. Түсінікті болды ғой да? Осымен біздегі ішкі энергия энтальпия байланысты тақырыптарды қарастырдық, және сендерге айтып өтетіндей ішкі энергияны біз, яғни энтальпияның өзгерісін біз калориметр деген құрылғының көмегімен өлшейміз. Қазір сендерге калориметрдің құрылғының несін көрсетемін.
энтальпия өзгерісін тәжірибе жасап, содан кейін есептеп жүргізу арқылы табуға болады. Бірақ біздегі негізі әдісі ол калориметр, яғни калориметриялық әдіс дейді. Бұл бізде калориметр деген құрылғының ішінде жүреді. Яғни бұл құрылғының ішінде температураның өзгерісін өлшеу арқылы, яғни реакция нәтижесіне қанша жылу бөлетіндігін табуға болады. Бұл дегеніміз, яғни олардың, мысалы, қарап отырсаңдар, отынды, яғни жағатын болса, мына жерден осы ненің құрылғының ішінде, яғни отынды жағатын болсақ, бізде су қайнайды, судың бастапқы температурасы мен, яғни өзгерістен кейінгі, жылынғаннан кейінгі температурасын айырымын білу арқылы, яғни температураның өзгерісін білу арқылы, оларды, яғни судың меншікті жылу сыйымдығын ескере отырып, олардың энтальпия өзгерісін табуға болады. Яғни ол біздегі осы құрылғының ішінде жүреді. Яғни мынау біздегі термометр, біздегі температураның өзгерісін анықтап тұратын өлшеуіш құрылғы болып табылады. Енді қазір сендер соған байланысты қалай табуға болатын осы формула арқылы өзгерісін есептей алатын формуланы көріп отырсыңдар. Бұл жердегі дельта H-тың мәні Q-дің N-ге қатынасы, яғни зат мөлшеріне. Q дегеніміз қысым тұрақты болған кезіндегі алынған жылу мөлшері. Ал мына жердегі N ол біздегі зат мөлшері, яғни бұл жерде қандай зат, сұйық зат па, отын ба, не нәрсе реакцияға алынды, сол заттың зат мөлшері қарастырылады. Ал M дегеніміз калориметрдегі судың массасын, яғни біз судың массасын ол жерде өлшей аламыз ғой, сол арқылы біз оны білеміз. Судың орнына немесе басқа да ерітінді қолдану мүмкін. Ал біздегі мына С, ол біздегі тұрақты шама, яғни судың меншікті жылу сыйымдылығы, оның шамасы 418 килоджоуль, джоуль көбейтілген граммға тең. Ал мына дельта Т деп отырғанбыз, яғни бастапқы мен судың бастапқы температурасы мен одан кейінгі температурасын, яғни өзгерісі, яғни ол бастапқыда басқаша температурада болады, өзгерістен кейінгі температурасы ол арасындағы өзгеріс анық байқалады. Солардың айырымын айтамыз дельта Т деп. Енді соған байланысты мен осы есептерді қарастырайын. Яғни бізде мына жерде көріп отырғандарындай, бірінші мысалда органикалық сұйық отын оттегінде толық жанып кетті дейді. Яғни осы жану кезінде пайда болған жылуды 100 градус судың температурасын 295 кельвиннен 358 кельвинге дейін көтерді дейді. Осы кездегі стандартты жану энтальпиясының мәнін қалай есептейміз? Ол үшін біз міндетті түрде ол жерде не істейміз? Мына жердегі формуланы біз міндетті түрде жазып аламыз. Q тең деп M, мына жерден қарап отырсақтар, С және дельта Т деген формуланы қолданамыз. Осы жерден қарап отырсақ, ал біздегі дельта H-тың мәні біздегі табу керек, жану энтальпиясы мәні ғой. Дельта H-тың мәні ол жердегі неге тең? Минус Q, яғни Q-дің N-ге қатынасы, оның зат мөлшеріне қатынасы. Осы екі формуланы қолдану арқылы қазір біз есептеу жүргіземіз. Ол үшін біз міндетті түрде бөлу керек, массаға тең 1,16 деген. Ал мына жерден бұл біздегі басындағы біздегі масса, яғни ал мына жердегі 100 градус температура дегеніміз, мынау біздегі кішкентай масса, 100 градус, 100 грамм деген. Ал температураның өзгерісі 358-ден 295, яғни өзгеріс кезіндегі болар біздегі дельта Т. Ал отынның мынау MR біздегі қазір зат мөлшерін табу кезінде керек болатын MR. Енді осы жерден қарап отырсақ, біздегі Q-ді жазатын болсақ, Q тең 100 көбейтілген біздегі С-ның мәні ол тұрақты, 418 джоуль бөлінген грамм болды. Мына жерден қарап отырсақ, оны қоямыз 418. Енді температураның өзгерісі біздегі 300 нешеге дейін өзгерді? Ол 358-ден 295-ге дейін. Яғни солардың айырымы болады. 358 азайту 295. Енді 100-ді көбейтсек, мына жерден азайтатын болсақ 63 шығады. 100-ді 418-ге көбейтіп, оны 63-ге көбейтеміз. Сол кезде 26334 джоуль шығады. Бұның мәні джоуль. Оны енді килоджоульге айналдыру үшін біз не істейміз? Бұны мыңға бөлеміз. Мыңға бөлген кезде бұл 26,3 килоджоульға тең. 26 жазайын, килоджоульға тең.
Бұл енді біз жердегі біз Q-дің мәнін тауып алдық. Енді бізге табу керек дельта H-тың мәнін. Дельта H-тың мәнін табу үшін бізде зат мөлшері жоқ, иә? Біздегі үстінде Q таптық қой, бірақ зат мөлшерін. Зат мөлшерін табу үшін не істейміз? Зат мөлшерін біз табу үшін оның, яғни массасын оның mR-не бөлу керек қой. Мына жердегі формуладан біздегі масса 1,16 берілген, яғни органикалық сұйық отын. Органикалық сұйық отын деп айтып тұр. Сондықтан мына жерде бізде қандай не екен, отын екен айтылмағанда, бірақ ол жердегі mR берілген, яғни 58 деп. Сол 58-ге бөлеміз. Сендерге mR-дің мәні беріп қояды, немесе ол жерден айтылады сендерге этан, пропан, бутан деп. Сол жердегі формуласын білетін болсаңдар, мысалы метан болатын болса, оны 16-ға бөлу арқылы білеміз. Яғни бұл жерде енді органиканың нелерін алғашқы өкілдер біздерге газ болып табылады, сондықтан солардың формуласын жетіп білген жөн. 1,16-ны 58-ге бөлсе, қанша болады? 0,102 моль болады. Яғни осы жердегі n-ді тауып алдық, ол n-ді алып барамыз да, мына жерге әкеп қоямыз, иә? Яғни біздегі 26.334-ті, астына жазайын, 26.334-ті бөлеміз 0,02 мольге. Сол кезде бізде дельта H-тың мәні шығады. Ол жерден, яғни мына жердің алдында мәні минус болды ғой, себебі формулада минус Q деген, иә? Енді бөлетін болсақ, бұл жерде 1316,17 шығады, иә, килоджоуль. Яғни минус шығатын болса, яғни бұл реакция біздегі экзотермиялық реакция, яғни жалпы жану реакциясының барлығы экзотермиялық реакцияға жатады. Экзотермия. Яғни бұл жерде жылу бөлінеді, иә? Жану реакциясы экзотермиялық реакция. Енді осыған байланысты біз келесі екінші мысалды қарастырайық. Екінші мысалда 0,55 грамм пропанон берілген, 80 грамм су бар калориметрде жағылды дейді. Яғни калориметрдегі судың температурасын көрсетіп тұр. Бұл жерде мына жерден қарап отырсақ, жаңағы формула бойынша біз пропаноннан 80 грамм су бар калориметр жағылды деп тұр. Калориметрдегі судың температурасы 47,3 градусқа көтерілді дейді. Яғни бұл жерде мынанша кельвиннен мынанша кельвинге қарай өзгерісін бермеген, жалпы общий өзгерісін бір ғана цифрмен жазып қойған. Енді бізге табу керек стандартты жану энтальпиясын есептейміз. Яғни оның үшін біз жаңа формула бойынша Q тең M с дельта T-ның формуласын жазамыз. Және ішкі энергияның, яғни энтальпияның біз несін жазамыз, формуласын жазамыз. Яғни осы формула арқылы біз есептеуді жүргіземіз. Q-ді енді M деп отырғанымыз, ол біздегі қайсының мәні 80 деген мәні, мына біздегі M, мына M ол бастапқы зат мөлшерін тапқан кезде керек болады. Бұл массаға M-ге тиіспеңдер. Мына мен алуға болмайды. 80 грамм су бар калориметрде жағылды, яғни біз ол жердегі судың массасын аламыз, иә. 80-ді көбейтеміз, с-ның мәні бізде тұрақты шама, ол с-ның мәні 4,18, иә. Көбейтеміз, дельта Т деп отырғанымыз 47,3 градуспен берілген соң, бұл жерде кельвинге айналдырып жүрмейміз. Обычно кельвинге айналдыру үшін біз 273 кельвинге қосатын едік қой. Ал бұл жерде кельвинге айналдырмаймыз, тура қалай градус бар, тура соны кельвин күйінде ала береміз. 80-ді 4,18-ге өтіп 4,73-ге көбейтейік. Сол кезде бізде 15,717,2 джоуль шығады. Бұны килоджоульге айналдыру үшін біз білеміз, 1000-ға бөлеміз. Сол кезде 15,717 килоджоуль шығады. Енді бұл жерден Q-дің мәнін тауып алдық. Енді дельта H-тың мәнін табайық. Дельта H-тың мәнін табу үшін біз міндетті түрде ол жерде n-ді табу формуласын қарастырамыз. N тең M бөлінген үлкен M еді. Ал енді бұл жерде масса белгілі, бірақ біздегі кішкентай M белгісіз, үлкен M белгісіз. Кішкентай M-ның мәні 0,55 қой. Үлкен M-ның несін табу үшін біз пропанонның формуласын табу керекпіз. Пропанон біздегі бұлар кетонларға жатады, яғни пропанонның формуласы бізде С, яғни 3 формуланы жазатын болсақ, общий біздегі
мына жақта 2H3C және мына жақта CH3 болады. Яғни жалпы формуласы бұның C3H6O, бұның әмерін табайық. C3H6O-нікі 12-ні 3-ке көбейтеміз, себебі көміртектің массасы 12, 1-ді 6-ға көбейтеміз, және оны 16-ға қосамыз. 36-ны 6-ға қоссақ, 16-ға қоссақ 52, 52-ке 6-ны қоссақ 58. Яғни пропанонның әмері бізде 58-ге тең екен. 0,55-ті 58-ге бөлсек, бізде зат мөлшері шығады. Осы жерден зат мөлшерін тауып алайық. 0,0095 мол, Көрдік қой, 0,095 мол. Оны енді қайда апарамыз? Бұл жердегі n-нің орнына апарамыз. Дельта H-тың мәні. Мына жерден көріп отырсаңдар 15,817-ні минус қоямыз алдына. Бөлеміз 0,095-ке. Сол кезде бізде дельта H-тың мәні шығады. Осы жерден біз қарасақ, ол минус 1719,2 килоджоульға тең болады. 24 деп тұр. Осы мен сендерге энтальпияның біз түзілу теңдеуін қарастырдық, және соған сәйкес стандартты жану энтальпиясын мәнін немесе олардың нелерін массалар арқылы табуды үйрендік. Яғни оны калориметриялық әдіс арқылы бірнеше есептерді қарастырдық. Келесі сабақта бізде гес заңдары және олардың салдары бойынша бірнеше түзілу теңдеулерін және оларға сәйкес есептерді шығаратын боламыз, және сұрақтарды біз талдаймыз. Келесі сабақта көріскенше сәттілік, сау болыңыздар.